Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар? Құрметті әріптестер, алдағы уақытта енді VIP группаға жазылған мұғалімдерге мен айтып өткен болатынмын, жыл бойына сабақ бойынша, ОБТ бойынша, олимпиада бойынша қолдау көрсетемін деп. Осы жалпы олимпиада өте маңызды бағыттарының бірі мұғалімдердің жетістігінде, сондықтан да әрине бұл көп жұмысты қажет етеді. Сондықтан да уже мен өткенде сіздерге естеріңізде болса, республикалық олимпиада бойынша бір аудандық этапын талқылап, соған қандай сұрақтар керек екендігін айтып кеткенмін. Президенттік олимпиада бойынша естеріңізде болса, және қашан болатын күнін бәрін айтып. Енді жақын арада уже бізде аудандық олимпиада басталады. Яғни олимпиада циклының аудандық кезеңі басталады, яғни сіздер мектепшілік өткізулеріңіз керек, одан кейін бар аудандарға оқушылар апаруымыз керек. Осыған қалай дайындаламыз, неге назар аудару керек, жалпы 9-шы сыныптың оқушысы аудандық деңгейде нені білу керек, сол туралы кішігірім айтып, нақты былтыр келген аудандық олимпиада есебін сіздермен бірге асарлатып шығарып көретін боламыз. Енді жаңылмаса мен бұл аудандық есепті былтыр шығарған болатын. Біразын өткен маған мұғалімдер жіберген болатын, жасыратын ештеңесі жоқ. Сонымен шығарған болатын. Енді точно ол памятім енді қаншалықты не екенін көреміз, қазір бірге асарлатып шығарамыз. Сонымен бірінші Уағалейкум ассалам, Өркен ағай, қалайсыз, қалай жағдайыңыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы ба? Сонымен бірінші есеп бұл заттар қоспасына арналған. Құрметті әріптестер, қоспаға арналған есеп, жұмбақталған есеп, бұл обязательный компонент олимпиадада. Сондықтан да сіздерде уже VIP группада мұғалімдерге доступ бар ғой, олимпиадаға, 9-шы сынып оқушыларын олимпиадаға дайындау деген. Сонда обязательно жұмбақталған есептердің шығару алгоритм және жүйе арқылы шығарамыз ғой біз қоспа есептер. Соны әбден оқушыларға дағдыландыру керек. Ол обязательно есеп болып келеді. Сонымен, келетін есептердің қатарына. Давайте енді бірінші есепті шығарып көрейік. Бұлай дейді. Жалпы массасы 22-80 грамм алюминий мен эквивалентті металдың қоспасы тұз қышқылымен толығымен ерітілді. Нәтижесінде көлемі 24-64 литр қалыпты жағдайда газ бөлінді. Қоспада белгісіз металдың мөлшері алюминийдің 1,25 есе көп екені белгілі болса дейді. Бірінші белгісіз металды анықтап, оның қоспадағы масса үлесін табыңыз. Қоспаның бастапқы үлесін толық немесе бөліп калий ерітіндісінде еріту мүмкіндігін анықтаңыз. Ол үшін 25% сірті ерітіндісінің тығыздығы 1,185 грамм миллилитр қажетті көлемін есептеңіздер дейді. Давайте енді осыны бірге есептеп көрейік. Бізде алюминий мен эквивалентті металл қоспасы берілген. Олардың массасы 22-80 грамм. Енді көріп отырсыздар ғой, біз бұның түптеп келгенде бұның барлығы неге келеді? Жүйеге келеді. Бізде металдың жүйеге келеді, яғни металдың эквивалентті екені айтылған, нәтижесінде көлемі 24-60 газ бөлінген айтылған. Тұз қышқылымен әрекеттескенде. Давайте енді әрекеттесіп көрейік. Біз енді металды металл деп ала берейік. Мында Нұрай деген оқушы сияқты ғой, енді мұғалім олай істемей шығар. Сызбай қойыңызшы, жарай ма? Сонымен басталды. Әрі қарай кеттік. Сонымен бірінші реакция теңдеулерін жазайық. Бірінші алюминийді немен әрекеттестіреміз? Алюминий қосу тұз қышқылы алюминий хлориді. Нәтижесінде алюминий хлор 3 қосу H2 түзіледі. H2 түзіледі. Теңестіреміз, мұнда 2 қоямыз, мұнда 6 қоямыз, мұнда 2, мұнда 3. Реакциямыз теңесті. Екінші біз белгісіз металда тұз қышқылымен әрекеттеседі, H хлор. Нәтижесінде металдың хлоры 2-сі түзіледі, өйткені металдың бізде эквивалентті екені айтылған, қосу H2 түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Енді қараңыздар. Біз реакцияға түсетін алюминийдің зат мөлшерін А деп алайық. Алюминийдің зат мөлшерін, мен алюминиймін L бір түрлі болды. А деп алайық. Бұл зат мөлшері. Олай болатын болса, белгісіз металдың зат мөлшері қандай болады? 1,25А болады. Өйткені қараңыздар. Қоспада белгісіз металдың мөлшері алюминийден 1,25 есе көп дейді. Значит, мынанікі А болса, мынанікі 1,25А болады. Сәйкесінше енді қараңыздар. Мынауымыз бізде А, мынауымыз сонда не болады? 1,5А болады. Өйткені бізде
алюминий мен сутектің қатынасы 1-дің 3-ке қатынасындай. 1-дің 1,5-ға қатынасындай. Яғни 2-ның 3-ке қатынасы, екеуді 2-ге бөлсеңіздер 1-дің 1,5-ға қатынасындай шығады. Егер металдікі 1,25А болса, 1,25А болса, бөлінген сутектің көлемі де 1,25А болады. Енді қараңыздар, бізде нәтижесінде бөлінген сутектің көлемі қанша? 24-те 64. Осыдан біз нені тауып аламыз? Сутектің жалпы зат мөлшерін тауып аламыз. Ол үшін 24-те 64-ті бөлемін нешеге? 22-де 4-ке тең. 22-де 4-ке тең. Сонда 24,64 бөлу 22,4. Сонда 1,1 шығады. 1,1. Ары қарай кеттік. 1,1 біз осылайша сутектің барлығының зат мөлшерін тауып алдық. Енді біз жүйе құра саламыз. Біріншіміз қандай болады? Біз алюминийдің салыстырмалы атомдық массасын 27 екенін білеміз. 27А қосу алюминий ненікін металдың салыстырмалы атомдық массасын білмейміз ғой. Сондықтан 1,25А көбейту АР металл тең не болады? Қоспаның массасы 22-де 80 грамм болады. Бұл бірінші теңдеуіміз. Екінші теңдеуіміз қалай болады? 1,15А қосу 1,25А тең 1,1. Міне, жүйеміз шықты. Осы жүйенің несін тауып аламыз? Давайте біз жүйені не қылмайық, бірінші аны тауып аламыз, е? 2,75А тең 1,1. 1,1 аны тауып аламыз. 0,2 шығады ғой. 1,1 бөлу 2,75, сонда 0,4 шығады екен. 0,4 шығады. 0,4. Әрі қарай мына теңдеуге қоя саламыз болды. 27 көбейту 0,4 қосу 1,25 көбейту 0,4 көбейту АР металл тең 22-де 8. Ары қарай 27-ні көбейтем 0,4-ке 10,8, одан азайтам 22,8-ді, сонда 12 шығады. Сонда 12 тең 1,25-ті көбейтем 0,4-ке, сонда 0,5 көбейту АР металл болады. АР металл. Я жаңадан бері өркен ағай дұрыс айтып отырмын. Мен не деп, магний деп. Мен шығарғам кеше мұнан. АР металл тең не болады? 24 болады. Сонда бұл магний металы. Біз қоспаның құрамындағы эквивалентті металды тауып алдық. Енді белгісіз металды анықтап, оның қоспадағы массалық үлесін есептеңіздер. Біз белгісіз металды таптық, қажет болса скрин жасап алсаңыздар болады. Мен Telegram каналға бұның жауаптарымен, нелерімен сосын жіберем. Екінші, біз АР металды тауып алдық, енді массалық үлесін табуымыз керек. Омега магнийдің массалық үлесін табу үшін қоспадағы біз әрине 1,25 көбейту 4, 0,4, 0,4 аның мәні көбейту 24, бөлу не болады? 22-де 8. Көбейту 100%. Осылайша бірінші сұрақтың барлық балын жауап бердік сұрағын. 0,4 көбейту 24, бөлу 22,8. Сонда 52,63%. 52,63%. Бұл қоспадағы металдың массалық үлесі. Қоспаның бастапқы үлгісін екінші былай дейді. Қоспаның бастапқы үлгісін калий гидроксид етінісінде еріту мүмкіндігін анықтаңыз. Ол үшін 25% сілті етінісінің қажетті көлемін есептеңіздер дейді. Енді бұл ретте қоспадағы магний, алюминийді алатын болсақ, әрине қоспада реакцияға қайсысы ғана түседі? Алюминий. Алюминий ғана түседі. Өйткені алюминий екі дайлы, сондықтан да алюминий мен калий гидроксидінің арасындағы реакция теңдеуін жазамыз. Алюминий қосу калий OH, қосу H2. Нәтижесінде әрине комплекс қосылыс түседі. Калий OH 4 еселенген. Қосу H2. Тетрагидроксид алюминий. Теңестіреміз. Мында 2, мында 2, мында жаңылмасам 3, мында 6 болу керек. Вроде реакциямыз тең. Әрі қарай, енді бізде алюминийдің
зат мөлшері жаңа естеріңізде болса 0,4 болды ғой, біз оны А деп алдық қой, иә? Реакцияға түсетін бізде калий гидроксиді сілті ерітіндісінің қажетті көлемін табыңыз. Мынаны X дей саламыз. Мынаны 2 деп аламыз, ал мынаны 2 көбейту не болады? 56 болады. Сонда 0,4 көбейту 56. Просто 2 мен 2-ні қысқарып жүреміз. Сонда X тең 22-де 4. Бұл енді 22-де 4 грамм. Бұл калий гидроксидінің үлесі ғой. Ол 25% ерітіндіде. Солай емес пе? 25% ерітіндісі. Біз 100%-ын тауып алуымыз керек. Бұл уже X2 болады. Мұнда X2-ні тапсаңыздар, просто 22-де 4-ті көбейтеміз 4-ке, сонда 89-да 6 шығады. 89-да 6 грамм. Енді әрі қарай біз көлемін табу үшін просто массаны тығыздыққа не істейміз? Бөлеміз. Сонда 89,6 бөлу 1,185. Сонда 75,61 миллилитр шығу. Енді давайте жауабы менде бар, сондықтан тексеріп көрейік. Өтірік бәрін тасалап шығарып отпай. Дұрыс. Дұрыс па екен? 52-де 6 дейді, жаңа бізде вроде 52-де 6 шықты, иә, үлесі. Үлесі 75-де 61, прямо дәлме-дәл шықты ғой. 75-де 61 дейді. Осылайша біз бірінші есепті шығардық. Енді бұл есепті шығару үшін оқушы қандай ақпараттарды білу керек? Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл ретте теориялық білімнің айтарлықтай терең болуы міндетті емес. Енді 9-шы сыныптың оқушысы более-менее олимпиадаға дайындалатын болса, алюминийдің амфотерлі қасиетті көрсететін, оның калий гидроксидімен комплекс қосылыс түсетінін жақсы білу керек. Ол не только бұнда есептерді шығаруда, өйткені екінші турында біз сапалық реакцияларды қарастырамыз ғой. Сапалық реакцияда міндетті түрде амфотерлі қасиет көрсететін қорғасын, 2 гидроксиді сияқтылар сілтінің артық мөлшерінде еритінін оқушы жақсы білу қажет. Сондықтан да именно біз бұл моменттерді жақсылап айтып кетуіміз шарт. Әрі қарай кеттік. Номері екінші есепке келек. Екінші есеп. Енді екінші есеп барынша ұзақ екен. Негіз бұларды бөліп тұстау керек еді, чтобы түсінікті болу үшін. Жұмбақ есеп па? Иә, жұмбақ есеп. Былай дейді. 17-ші ғасырда суретшілер X металының негізіндегі ақ түсті минералды бояуларды пайдаланып, түсі әбден қанық болып шыққанына қарамастан, мұнда бояумен боялған суреттер уақыт өте қарая бастайды. Себебі бояу құрамында X метал қосылыстары ауадағы аз мөлшердегі күкірт сутек буымен әрекеттесетін нәтижесінде осы металдың қара түсті А метал сульфиді түзіледі. А қосылысындағы металдың массалық үлесі 86-да 62 дейді. X металы мен А метал сульфидін анықтаңыз. Есептеуіңізді көрсетіңіз дейді. Енді қараңыздар, бірінші сұрақ біз X металы мен А метал сульфидін анықтауымыз керек. Яғни А бұл метал сульфиді. Енді назар аударыңыздар, бізге как раз өте үлкен подсказка жасалып тұр. А қосылысындағы металдың массалық үлесі қанша дейді? 86-да 62% дейді. Солай емес па? Значит, біз осыны арқа сүйей отырып, ойланбай тез арада нені тауып аламыз? А металын тауып ала, А қосылысының формуласын оп-оңай тауып алуға болады. Енді қараңыздар, бізде енді мына жерде орын жетіспейді, үстіне жазғаннан әдемі көрінбеуі мүмкін, сондықтан давайте мен таза бетке жазып алайын. Бізге ең бірінші білуіміз керек 86-да 62 екен жауабын. Не үлесінің. Қараңыздар, металдың үлесі, яғни металдың үлесі, X металдың үлесі 86-да 62%. Солай емес пе? Енді бұл металдың сульфиді екенін ескеретін болса, металл сульфиді екенін ескеретін. Значит, біз ненің үлесін таба аламыз? Күкірттің үлесін таба аламыз. Солай емес пе? Онда 100-ден азайтамыз нені? 86,62 азайту 100. Сонда, мұнда азайту, азайту 86-да 62, сонда 13,38%. Бұл күкірттің үлесі. Енді біз металдың, X металының валенттілігін білмейміз ғой. Оны біз давайте А деп ала салайық. Сонда бізде формуламыз қандай болады? X металы 2, күкірт не болады? А болады. Солай емес. Әрі қарай, енді біз теңдеу құрамыз.
күкірттің үлесін табатын болсақ, давайте, күкірттің үлесін табатын болсақ, біз қалай есептейтін едік негізі? Күкірттің салыстырмалы атомдық массасы, AR күкіртті, не істейміз? Аға көбейтеміз, оны бөлеміз неге? ARX, ARX көбейту 2, қосу не болады? AR күкірт көбейту A, көбейту 100%. Солай емес па? Енді 100%-ны аяққа бөліп жіберсек, 100-ге бөліп жіберсек, бізде қандай болады? 0,13-38 тең 32A, AR күкірттің орнына 32-ні қоямыз, сонда ARX көбейту 2, қосу 32A болады. Көрдіңіздер ма? Осындай теңдеу. Осы теңдеуді шығарып, біз нені? А мен X-тің қатынасын тауып аламыз. Болды? Сұрақ бар ма? X2SA қайдан шықты? Ал? X2SA деген қайдан шықты деймін? X2SA деген бұл не? Енді давайте, есептің шартына давайте қайта оралып жіберейікші. X есептің шартына. Есептің шартында бұл X дегеніміз не? Ағай, бұны оңай жолмен келтіруге болмай ма? Мына миды ашып жүреді ғой мына жерде. Жоқ, болады. Болады ғой, бір жол бар еді ғой, оңай жолмен табуға. X Y-ге қатынас деп атом сандарын таба салуға. Иә, солай таба салуға болады. Мына жерде бала шатсақ, бала түгел Ол өзіміз жерде шатсақ. А элементті білмейміз ғой біз. Көрдіңіз ба? Иә. Әріптестер, давайте, әріптестер, давай 1 минуттан уақыт беріңіздерші, мен А-ның X-тің не екенін айтып жіберейін тағы да. Жаңадан қосылып жатқан мұғалімдер болсақ, X деп отырғанымыз бұл бізде металл, белгісіз металл. Ал А деп отырғанымыз осы құрамында X металы бар қосылыс, яғни бұл сульфид. Бұл сульфид. Сонда біз енді X-тің валенттілігін білмейміз ғой. X-тің валенттілігін білмейміз. Бірақ сульфидтің валенттілігі заряды -2. Ал енді X-тің біз валенттілігін А деп алатын болса, ол А валентті болса, онда X2 AS болмай ма? Солай емес па? Иә. Бұл X2A деп отырғанымыз бұл белгісіз металл сульфиді. Енді жаңа сіздер айтып отырсыздар, басқа жолмен, оңай жолмен шығаруға бола ма деген сұрақ туындады. Ол сұраққа жаңа Өркен ағай дұрыс жауап берді. Біз X-тің Y-ге қатынасын табу үшін, X-тің Y-ге қатынасын табу үшін біз былай шығаратын едік қой. Массалық үлестерін бөліп. Олай істесеңіздер болады, бірақ бәрібір сіздер екі белгісіз айнымалы болғаннан бәрібір қатынасына қайтып келесіздер. Просто қараңыздар, мынау сіздерге не түсініксіз болып жатуы мүмкін. Мынау формуланы оқушылар 8-ші сыныптан біледі ғой. Қосылыстың құрамындағы белгілі бір элементтің массалық үлесін есептеу үшін, мынау сол элементтің салыстырмалы атомдық массасын сол элементтің санына көбейтеміз. Енді біз күкірттің санының А екенін білеміз ғой. Сондықтан күкірттің санын Аға көбейттік. Мынау ARX деп отырғанымыз белгісіз металдың массасын 2-ге көбейтеміз. Өйткені онда екеу ғой. Сосын AR көбейту 100%. Мынау енді MRS қой мынау. Яғни мынаның MR ғой немесе MR X2 SA-ның MR ғой. Осылай шығара салсаңыздар болады. Мынандай ашып жазбай-ақ, неғып шығара салсаңыздар да болады. Түсінікті ма? Түсінікті. Егер де мынандай умудренно жасағыларыңыз келмесе, мен именно просто атомдық массасына қатынасын тапқым келіп отыр да, чтобы қазір сіздер просто MR белгісіз заттың MR-ін тауып алсаңыздар да болады. MR X2 SA-ның. Сөйтесіздер да сол арқылы орындарына қоя саласыздар. Просто мен сразу ARX-ті тапқым келіп отыр да, сондықтан да ашып жазып жатырмын. Давайте енді мына жаққа не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 0,13-38 көбейту не болады? AR X. Давайте 2AR болсын, Давайте 2ARX қосу 32A тең 32A. Әрі қарай. 0,13-38 көбейту. Ернараға яғни жерде 32А анамен көбейтеміз ғой. Анау немен 0,мен көбейтеміз ғой, 32Аны көбейтпей кеттіңіз ғой. Мынау астындағы 32А дегенді көбейтеміз ғой, екеуін. Шапшаны ашып көбейту керек қой. Жоқ, енді көбейтейін деп жатырмыз ғой қазір. Жоқ, міне 32А деп қана жазып кеттіңіз ғой дегенім ғой. Жоқ, бұл жақшаның ішінде тұр ғой әлі бұлар. Жақшаның іші мынау. Түсінікті.
Сонда 4,28-де 4,28-де 16 тең А тең 32А. Әрі қарай. Енді 32-ден 4,28-де 16-ны азайтамыз. Сонда 0,26-да 76 ARX көбейту тең 27-де 71-де 84 А шығады. Енді ARX тауып жүрейік осы жерден. ARX тең оны бөлем 0,26-да 76-ға, сонда 103,58 болады. Яғни ARX деп отырған белгісіз металдың салыстырмалы атомдық массасы, А деп отырғанымыз ол металдың несі? Валенттілігі. Енді Аға мән бере отырып, біз белгісіз металдың қандай металл екенін анықтаймыз. Осы моментке дейін шығарылу жолы түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Түсінікті. Түсінікті болса, мен скрин жасап алыңыздар, қажет болса. Қажет болмаса, мен өшіремін. Сонымен, Енді валенттілік береміз ғой. енді қараңыздар. Бізде екі белгісіз айнымалы бар. Бірінші ол А. Ол металдың несі? Валенттілігі. Екінші ARX. Ол металдың несі? Салыстырмалы атомдық массасы. Үшіншіден, бұл қандай элемент екенін тексеріп көруіміз керек. Төртінші сәйкестігі. Қаншалықты сәйкес келеді? Дұрыс келеді. Дұрыстығын тексереміз. Сонымен біз мынандай теңдеу алдық. ARX тең 103,58А. Енді біз Аға 1 беретін болсақ, мында ARX не болады? 103-те 58. Давайте жуықтағанда 104 болады. 104. Енді периодтық кестеден еске түсіріп көрейік, 104 болатын қандай элемент? Элемент жауабы 104. 104 болатын элемент жоқ шығар, скорее всего. X, онда элемент жоқ. Екінші, аның орнына 2 берейік. Значит, 100,8-ді көбейтем 2-ге. Сонда 207 болады. 207 болатын бұл әрине не? Қорғасын. Қорғасын. Сынап вроде 201. 201, иә. Қорғасын. Как раз сонда бізде белгісіз металл сульфид не болады екен? Плюмбум С. Бұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл қандай түсті? Қара түсті. Как раз есептің шартын толықтай не істейді? Қанағаттандырады. На всякий пожар 3 беріп көруге болады. Уже бізде бірақ негізі есептің шартын толық қанағаттандырып тұрмыз. 103,58 көбейту 3, сонда 310,74. 311. Жұқтағанда 311, бұндай элемент бар шығар, бар болғанның өзінде де бізде есептің шартын қанағаттандырмайды. Сондықтан да уже біз бұл жауаптарды қабылдамаймыз. Түсінікті ма? Уже масса деген 5 шыны өп кетті ғой. Осылайша біз белгісіз металды тауып алдық. Тамаша. Сұрақ бар ма? Әріптестер? Сұрақ жоқ. Сонымен AX металл бұл қорғасын, ал оның металл сульфиді, металл мынауымыз қорғасын, ал мынауымыз плюмбум С. Осылайша біз бірінші пунктке толық жауап бердік. Әрі қарай жалғастырамыз енді. Әріптестер, оқушылар сұрақтарыңыз болса қойып, қысылмай жауап неғып отырыңыздар, өйткені олимпиадада алдағы уақытта сіздер ғой дайындайтын оқушыларды. Келесі, дегенмен мұндай суреттер сутегі асқын тотығымен өңделген кезде ақ түсті Б қосылысы пайда болады. Осылайша суреттерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Б қосылысында күкірт атомы плюс 6 тотығы күйінде болады. Б қосылысын анықтаңыз дейді. Суреттерді қалпына келтіру үшін қолданылған реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Давайте енді екінші компонентті шығарып көрейік. Енді бізде белгісіз металл не болып тұр? Плюмбум С болып тұр. Бұны сутегі асқын тотығы мен H2O2 мен тотықтырғанда күкірттің тотығы дәрежесі неше дейді? 6 дейді. Енді күкірттің тотығы дәрежесі 6 болатын қандай қосылыстар бар? Бұл оксид, мысалы SO3, екінші сульфат. Скорее всего, мұнда оксид түзіліп кетпейді, өйткені қорғасын жалғыз алып қояды ғой. Сондықтан да, скорее всего, не болады? Плюмбум SO4. Плюмбум SO4 болады. Плюмбум SO4. Қосу не? H2O, все.
Енді теңестіруіміз қажет. Күкірттің тотығу дәрежесі -2-ден, получается, нешеге дейін өзгеріп тұр? 6-ға дейін. 6-ға дейін. Значит, 8. Оттектікі 8 электрон беріп жүреді. иә, 8 электрон беріп жүреді, значит, мында 4 қоятын сияқтымыз ғой, скорее всего. Иә, тұр. Мында да 4 қоямыз. Реакциямыз сонда теңесу керек. Иә, Өйткені оттек екеу тең береді. болып тұр ғой. Оттек Иә, дұрыс. екеу алады, SO4 төртеу 8 Дұрыс. береді, иә, дұрыс, иә. Вроде тең болды. Дальше. Тең. Иә, осылайша міне екінші сұраққа да жауап бердік. Құрметті әріптестер, енді біз бұл өткен жылғы есеп, дәл осы есеп қайталанып келеді деген ықтималы примерно 0%. Сондықтан да бұнда ең бастысы біз неге акцент жасауымыз керек? Соны не қылуымыз керек? Енді көпшіліктеріңіз бұрыннан бері олимпиадамен жұмыс жасап келе жатсаңыздар, бұрындары бізде олимпиада есептерінде сұрақтар прямой болады. Назар аударсаңыздар. Прямой, мысалы, СНГ бұрынғы олимпиада есептерін 98-ден 2015-ке дейін қарасаңыздар, сұрақтар көбіне прямой. Мысалы, қоспа беріледі, соны шығар деген сияқты. Қазір байқасаңыздар, сұрақтар прямой қойылмай. Яғни бұл не үшін керек? Яғни оқушыларға қажетті информациялар беріледі, көрдіңіздер ме? Мынау сияқты қажетті информациялар. Яғни оқушы соны пайдалану арқылы есепті не істеу керек? Дұрыс қолдану керек. Яғни олар ақпаратты қаншалықты түсініп, қаншалықты анализ жасап, қаншалықты қолдана алады, соларды тексеруге бағытталған. Сондықтан да қазіргі есептерді шығару кезінде желательно, егер оқушының тілі жақсы болса, халықаралық олимпиада есептері бар ғой, солардың дайындыққа арналған есептер. Сондайларды шығарып үйретіңіздер. Яғни онда қалай? Яғни онда есептерде уже мәтіндерінде бәрінде уже подсказка жасалады. Просто соны оқушы оқып, түсініп, қолданып шығарып үйрену керек. Яғни бұндай олимпиадаларға дайындаудың уже подходы өзгеру керек. Түсіндіңіздер ме? Яғни шын мәнінде қарасаңыздар, қазіргі олимпиаданың мәтіні деген өте көп. Содан оқушылар ойлап қалады. Тапсырманың өзі мынандай 2 бет болса, оның шешімі өлгенде 4 бет болу керек қой деп. Онда емес шын мәнінде. Өткенде біз юниорлық олимпиаданы бірге естеріңізде ме талдап көрсеттік қой. Сонда жауаптары өте кішкентай ғана. Сондықтан да именно ақпараттар көп беріледі. Сондықтан да юниорлық олимпиадаға дайындау кезінде де, жасөспірімдер арасында оқушылар дайындау кезінде де именно сондай мәтіндік есептерді көбірек беріңіздер. Яғни көбірек мәтін оқып, арасында подсказка жасалады. Сол подсказкаларды, яғни оқушылар алып үйрену керек. Яғни өзіне керек ақпараттарды арасынан алып үйрену керек оқушылар. Соған бағыттап үйрету керек. Просто көп оқушылар мәтінді көреді дағын, уже желаниесі кетіп қалады анау. Саған тапсырма мынандай болса, шешімі қандай болады деп. Жақсы, әрі қарай кеттік. Б қосылысы суда өте нашар ериді дейді. Бізде қорғасын сульфаты ғой. Получается, біз жаңа қорғасын сульфатын алып тұрмыз ғой. Бұл бізде Б қосылысы. Б қосылысы. Қорғасын сульфаты суда өте нашар ериді. Оның ерікіштігі 100 грамм суда 0,0032 грамм. Етінді тығыздығы 1 килограмм литр дейді. Солы етіндіде Б қосылысының шекті малярлық концентрациясын есептеңіз. Есептеулерді көрсетіңіз дейді. X металының изотоп... Все. Давайте енді үшінші бөлігін есептейік. Осы үшінші бөлігін осы видеоға үлгірейік, өйткені бізде 7 минут уақыт қалды. Сосын қайтадан жалғастырамыз. Енді қараңыздар. Бізде 0,0032 грамм неде ерейді? 100 грамм суда ерейді. Енді біз осыны тауып көрейік. Сонда бізде ертіндінің көлемін тауып алайық. Ертінді. Оны табу үшін біз 100 граммға нені қосамыз? 0,0032-ні. Яғни осынша ерейді ғой. Бөлеміз оны 1 килограмм миллилитр, бұл 1 грамм миллилитр ғой, короче. Сонда, получается 100,0032 миллилитр. Енді біз ары қарай концентрациясын табуымыз керек. С тең не болады? 0,0032 бөлу плюмбум SO4-тің малярлық массасын есептеуіміз керек. 207-ге қосам қорғасындығы сульфаттық 96, 303-ті.
303-ті көбейтем неге? 0,0 санға. Солай емес. Көбейту 100%. Ойбай, ненің 100%? Концентрация екен. Тең. Яғни біз мына формуланы қолданып қояды біздер. С тең масса бөлу молярлық масса көбейту не болады? В деген формуланы қолдандық. Сонда 0,0032 бөлу 303 бөлу 0,1000032. Енді мен прямо қатты дәлдікпен кетіп жатқан сияқтымын. Енді жуықтап алғанда 1, 2, 3, 4. 1,56 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі m болады. Өркен ағай, сізде жауабы бар ма? Жоқ. Тайғаны жерде 100-100-ге бөлгенде, иә, 0,01 болады, литр. Дұрыс екен ғой. Иә, 1,56 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі мол бөлінген литр дейді. Бізде дұрыс қояды, бір нәрсені сұрап тұр ғой. Осы сул етіндегі Б қосылысының шекті молярлық концентрациясын есептеңіз, есептеуді көрсетіңіз. Дұрыс қой, біз нені таптық? Иә, мында жауабында 1,055 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Бірақ енді дәл есе алсақ 1,056 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі молярлық болады. Үшінші момент түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі, X металының изотоптары. Көрдіңіздер ма, әріптестер, яғни бұл 9-шы сыныптың оқушысы, енді примерно октябрь айы болса, бұл әлі 9-шы сыныптың бірінші бөлімін аяқтаған жоқ. Бірақ көрдіңіздер ма, мынау шекті альфа, бета, адрау, не, бұлар уже 10-шы сыныптың ақпараттары келіп жатыр. Радиоактивтілік, ол жаңылмасам 10-шы сыныптың басында өтілді. Ағай, жаңаны қайттан көрсетіп жүресіз бе, скрин істеп алайын деген. Мінекей. Рахмет. Концентрацияны есептеу формуласы болады. Зат мөлшері жеке тауып атсаңыз да болады, егер қиын болса. Дальше кеттік. Формула ғой. Дальше кеттік. Бета адрауында ұшырауы мүмкін дейді. Берілген ядролық реакцияда бұл изотоптың жартылай ядролық периоды 22,2 жыл. Ядролық физиктерді бірі 1916 жылы қаңтарда зертханада осындай металл изотопының 20 грамм үлгісін қалдырды делік дейді. Жартылай ядролық периоды бастапқы заттың дәл жартысы ыдырауға кететін уақыт дейді. Қай жылы металдың массасы 1,25 граммға тең болды. Енді бұл мүлде қиын емес. Қараңыздар, бізде о баста 20 грамм үлгісі болды, 20 грамм үлгісі. Бірінші жартылай ыдырағанда одан қанша қалады? 10 қалады. Тағы екіншісінде қанша қалады? 5 қалады. Одан тағы үшіншісінде неше қалады? 2-де 5 қалады. Одан кейін төртіншісінде 1,25. Сонда 1,25 грамм қалу үшін ол неше рет жартылай ыдырауға түсу керек? 4 рет жартылай ыдырауға түсу керек. Значит, бізде жартылай ыдырау периоды қанша? Т, яғни 1 бөлінген 2 нешеге тең деп тұр? 4-ге тең. 22-де 2-ге тең деп тұр, 22-де 2-ге тең. Значит, қанша уақыт кеткенін табу үшін просто 22-де 2-ні көбейтеміз нешеге? 4-ге. 22,2 көбейту 4. Сонда 88,8 жыл өтіпті. Яғни 88,8 жыл. О баста бізде оны қай жылы анықтады? Саны жылға ақтады. 1916 жылы анықтады. 1916-ға, значит, неше жыл қосамыз деген сөз? 88,8 жыл. Ну, сонда 2004 жыл екен. Примерно 2004 жылдың арғы келесі жарты жылдығында анықтаған. Сондай қалады екен. Бұл бүкіл жауап берді. Бұл ретте құрметті әріптестер, яғни бұндай оқушыларды мәтіндік есепке дайындау дегеніміз не? Өткенде мен сіздерге мектеп кітабында барлық есептер тақырып бойынша жібердім ғой. Сондай оқушыларға именно сол есепті шығарғанда сіздер оның формулаларын қалай табу керектігін өздеріңіз айтпаңыздар. Просто мысалы сіз қандай есепті, мысалы олюмге байланысты есепті шығартып үйретіп жатсыз ғой. Мысалы олюмге байланысты есепті оқушы шығару керек. Мұнда оны шығаратын кезде не істейді? Оқушы сол именно 11-ші сыныптағы осы тақырып параграфты өзі оқып алсын. Сондағы ақпаратты өзі алып үйрену керек. Түсіндіңіздер ме? Өйткені көрдіңіздер ме? Міне оқушы 10-ші сыныпқа дейін оны, мысалы 9-ші сыныпты бастап жатқан оқушы мынаны оқып үлгермеуі мүмкін. 10-ші сыныпты сіз әлі беріп үлгермеуіңіз мүмкін. Жартылай ыдырау периоды анау-мынау дегендер. Бірақ көрдіңіздер ме? Міне мына жерде уже подсказка жасалып тұр. Оқушы осыны қолдана білу керек. Түсіндіңіздер ме? Яғни
биылғы қазіргі жасөспірімдер олимпиадасы және не олимпиадалардың бір жақсысы именно егер әлі өтілмеген тақырыбы болса, ол туралы подсказка жасайды. Яғни оқушы жаңа ақпаратты өз бетімен меңгере алу керек дегенді білдіреді. Түсінікті ма? Сондықтан да именно көп оқушыларыңыз жоғары нәтиже көрсетсін десеңіз, сіздің мұғалім ретінде, жетекші ретінде міндетіңіз қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету, ал оқушы сол ақпараттарды желательно өз бетімен меңгеріп, өз конспект жасап, жұмыс жасап отыру керек. Сіз оны қадағалауыңыз керек. Енді VIP группада сіздерге барлығы беріліп жатыр, нелер бойынша, сол бойынша жұмыс жасап отырсаңыздар, оқушыларыңызға жіберіп отырсаңыздар бол. Бізде 1 минуттан аз уақыт қалды, завершитті басайын, давайте қайттан қосылыңыздар, әрі қарай жалғастырамыз.